Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атаң қымбат. Аймалайтын анаң қымбат, мейірімді апаң қымбат. Асқар тауың әкең қымбат, туып өскен елің қымбат. Ұятпенен ар қымбат, өзің сүйген жар қымбат. Қазыбек би. Еңбек тәрбиесіне баса назар аудару керек. Еңбекке тәрбиелемей тұрып, балаға дұрыс тәрбие бердім деп айту екі талай. Спандияр Көбеев. Жалпақ әлемді аузыңа қарату үшін рухани ерлік керек. Жалпақ әлемге қысылмай, қымтырылмай қарау үшін рухани байлық керек. Әбіш Кекілбаев. Егерде ең ұлы ашылымдар болмаса да, бәрібір адамзат өмір сүрген болар еді. Ал егер сүйіспеншілік жоқ болса, ол тез арада құрып бітер еді. Ілияс Есенберлин. Болыспен биді құрметтейін десең, Құдай берген болыстықпен билік елде жоқ. Сатып алған, жалынып, бас ұрып алған болыстықпен биліктің ешбір қасиеті жоқ. Абай. Үлкен кіші адамнан иба кетті, қыз бозбала жастардан әдеп кетті. Мінез құлық бұзатын әдет жетті, бұл не деген заман болды достар. Халықтан мейірім кетті, момынға телетен тек тақым өтті, тал түсте талапайда ақым кетті. Бұл не деген заман болды достар. Жамағаттың жақсыға құрметі жоқ, кішілердің үлкенге ізеті жоқ, патшалардың әділдік міндеті жоқ. Бұл не деген заман болды достар. Ахмет Яссауи. Тілекке еңбек тірек болмаса, ойға омалып қырдан аса алмайсың. Жұмысқа жарап тұрғанымда, мен өзімді кәрілердің тізіміне қоса алмаймын. Бауыржан Момышұлы. Қазақтың тағдыры келешекте ел болуы да мектебінің қандай негізде құрылуына барып тіреледі. Мектебімізді таза, берік һәм өз жанымызға, қазақ жанына үйлесетін негізде құра білсек, келешегіміз үшін таянбай-ақ серттесуге болады. Мағжан Жұмабаев. Заманның көз сал халіне, халқыңның ойла пайдасын. Өзің үшін алыма, басыңды тік бәйгеге. Бір халқыңның қамына, қиянаттан бой тартып, шық әділет жағына. Міржақып Дулатұлы. Біз қатыгезденіп барамыз, біз имансызданып барамыз. Біз айналайын анамыздың ақ сүтін ақтай алмай жүрміз. Біз бабамыздың батасын ұмыттық. Біз тарихымызды таспен бастырып, бір күні қыз-қызды қызыққа мастанап тасыраңдадық. Көзімізді шел басты, көңіліміз көр, жігеріміз құм болып құрдым дәуреннің әләуләйлін шырқап жүрміз. Берекесі де бекер ішім-жемнің құлы болсақ, біз үшін жалғыз жанын садақалаған ата-баба әруағынан ұят емес пе? Иә, әруаққа адалдық, өткенге иман болмайынша тірілерге салауат жоқ. Тіпті біз күні бүгінге дейін ұлттық адамгершілік, имандық бет бейнесімен болмысын, келбеті лайықтылығын анықтай алмай жүрміз. Оралхан Бөкей.